Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі тез дайындалатын творожный ягодный пирогтың рецептісін ұсынамын. Ең алдымен формамызға пергамент салып, видеодағыдай дайындап аламыз. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның үстіне қантты салып, қант ерігенше жақсылап араластырып қоямыз. Електен өткізілген ұн, қосытқыш, бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды араластырамыз. Араластыру барысында қолыңызға сары май жабыспасын десеңіз, кондитерлік қолғапты киіп алғаныңыз абзал. Бізде осындай ұнтақ пайда болады. Осы ұнтақтың үстіне жұмыртқалы массамызды құйып, барлығын біріктіреміз. Біріктіру барысында кішкене ұн сүйіп отырып біріктіріңіз, және де қолмен өте ұзақ уақыт илеуге болмайды. Өйткені құрамындағы сары май қатты еріп, қолға жабысып қалады. Дайын болған қамырымызды бірден формамызға салып, қолмен жаямыз. Және де бортигін өте жұқа етіп жайыңыздар. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбе, қант, жұмыртқа, қаймақ барлығын араластырып, блендердің көмегімен еземіз. Ешқандай түйіршіксіз, орташа консистенциялы массамыз пайда болды. Ең соңынан үстінен ванилинді қосып, лопатаның көмегімен араластырамыз. Дайын болған салмамызды формамызға саламыз. Және де бір келкі етіп тегістейміз. Бетіне қалауларыңыз бойынша жидек салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Мен және де бетіне майдаланған миндаль слайстарын септім. 200 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут піседі. Міне осымен творожный ягодный пирог дайын. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз.